Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Менің есім әдеттегідей Алмас Маратұлы. Біз өткен бірінші сабақта тіл және сөйлеу тақырыбында сабақ өткен болатынбыз. Ал бүгінгі сабақтың тақырыбы ауызша және жазбаша сөйлеу. Балалар, әдеттегідей сабағымызға кіріспес бұрын эпиграф оқиықшы. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Балалар, өткен сабақта оқып білгеніміздей, сөйлеу дегеніміз не еді? Қанеки ойланып көрейікші. Тамаша балалар, дұрыс таптыңыздар. Сөйлеу адамның тілі арқылы жүзеге асатын ой, пікір білдіру іс-әрекеті. Ал енді балалар, осы сөйлеудің неше түрі болатынын білесіздер ме? Дұрыс таптыңыздар. Жоғарыда айтып өткеніндей, сөйлеу ауызша және жазбаша болып екіге бөлінеді. Ауызша сөйлеу бұрын пайда болған еді. Ол кезде жазу, сызу жоқ болатын. Адамдар тек ауыз екі тілде сөйледі. Ертегілер, аңыз өлеңдер айтты. Батырлардың ерлігінде ауызша айтып келді. Кейін суреттер сала бастады. Алғашқы суретті тасқа қашады. Адамдар суреттер арқылы жазбаша сөйлеуді ойлап тапты. Содан кейін суреттер таңбаға, ал таңба әріпке айналды. Бұдан кейін кітаптар, газеттер жазылды. Балалар, бүгін нені меңгересіңдер? Сызба арқылы мәтіннің мазмұнын болжауды және өз ойларыңды дәлелдеуді үйренесіңдер. Балалар, бірінші тапсырманы орындап көрейікші. Сызба арқылы өлеңнің не туралы екен болжап көр. Біріншісі. 3 бақытым. Одан бізде халқым, тілім және отаным. Балалар, бірінші тапсырманы орындап көрейікші. Мұна берілген сызба арқылы өлеңнің тақырыбын болжап көріңіздер. Қанеки ол қандай өлең деп ойлайсыздар? Біріншісі 3 бақытым, халқым, тілім және отаным. Ойланып көрейік балалар. Тамаша, дұрыс таптыңыздар. Мұқағали Мақатаевтың 3 бақытым деген өлеңі. Тамаша балалар, бірінші тапсырманы біз толығымен дұрыс орындадық. Ал енді екінші тапсырмаға көшейік. Өлеңді мұқият тыңдап, тілім дедім сөзі қандай мағына беріп тұрған табамыз. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Мұқағали Мақатаев. Ал енді балалар, өлеңді мұқият тыңдаған боларсыздар. Енді мен сіздерге жеңіл болу үшін өзімнің 3 нұсқамды беремін. Соның ішінен дұрысын таңдайсыздар. Бірінші нұсқа. Жібіттім. Екінші нұсқа. Жұмсарттым. Ал үшіншісі кестім. Қалай ойлайсыздар балалар?
осы берілген үш нұсқаның қайсысы тілімдедім деген сөзге саймасай келіп тұр? Ойланып көрейікші, кәнекей. Тамаша. Дұрыс айтасыздар, балалар. Мен білгенмін, сіздер дұрыс жауабын табатындарыңызды. Ол әрине жібіттім. Яғни жүректі жібітеді. Балалар, үшінші тапсырмамызда осы бір екінші тапсырмаға ұқсастау. Өлеңді мұқият оқып, сөз қуаты тіркесінің мағынасын тауып көрейік. Қанекей? Сөз қуаты шығарар ел төріне, жер бетінен самғатар көк шегіне, екі нәрсе тірі адамға керегі, бірі көңіл, бірі тілдің желегі. Көңіл тілдің иесі, сүйенеді сөз тілге. Сөз күйресе күйгені, көңілмен тіл көркіңде. Жүсіп Баласағұн. Балалар, сөз қуаты тіркесін нақты дұрыс анықтау үшін тағы да мен сіздерге өзімнің үш нұсқамды ұсынатын боламын. Бірінші нұсқасы ол сөз күші. Ал екінші нұсқасы әдемі сөйлеу. Және де үшіншісі дұрыс сөз. Қалай ойлайсыздар, балалар? Осы берілген нұсқаның қайсысы біздің сөз қуаты тіркесіне сәйкес келеді? Қанекей, ойланамыз. Тамаша, балалар, дұрыс таптыңыздар. Ол әрине сөз күші. Яғни күш және қуат сөздері бір-біріне мағыналас, синоним сөздер болып келеді. Балалар, барлық тапсырмаларды орындаған болсаңыздар, бір кішігірім сергіп алайықшы. Ендеше сергіту сәтіне көшейік. Тамаша, балалар, бір сергіп алдық қой. Ендеше біз сіздермен мынадай ойын ойнайық. Мен қазір сіздерге ақпараттар оқимын, ал сіздер тек қана я немесе жоқ деп қана жауап беретін боласыздар. Ендеше кірсеміз. Жазбаша сөйлеу бірінші пайда болды. Қалай ойлайсыздар, балалар, бұл рас па?
Егер рас болса, иә деп жауап бересіздер, егер жалған болса, жоқ деген жауап бересіздер. Ең бірінші бақытым тілім менің. Бұл бағана жоғарыда оққан өлеңнен үзінді. Қалай ойлайсыздар? Бұл рас ақпарат па, әлде жалған ба? Рас болса тағы да иә, жалған болса жоқ. Сөз қуаты ел төріне шығарады. Иә немесе жоқ. Және де соңғысы тіл көңілдің иесі. Иә немесе жоқ. Қанеки балалар, егер де сіздер толығымен жауап берген болсаңыздар, дұрыс нұсқалармен салыстырып көрейікші. Балалар, бүгінгі сабағымыз сіздерге толығымен ұнады деп ойлаймыз. Егер де сабағымыз ұнаған болса, сіздер толығымен тапсырмаларды дұрыс орындаған болсаңыздар, демек сіздер жарадыңыздар.